Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздердің назарларыңызға мектеп жаңалықтарын ұсынамыз. Эфир тізгінінде мен Бертаева Мадина. Мектебіміздің соңғы жаңалықтарынан хабардар болғыларыңыз келсе, біздің арнамызды әрқашан қосуларыңызды сұраймыз. 6 қаңтар күні мектебіміздің жас мамандарының ұйымдастыруымен жарқын болашақ иесі бүгінгі жас маман тақырыбында семинар өтті. Семинар мақсаты жас педагогтердің әдістемелік деңгейін арттыру, кәсіби дағдыларын дамыту, өзін-өзін басқаруға үйрету. Мектеп тәлімгері Карыбаев Шерхан ағайдың ұйымдастыруымен жас ұланның жұлдызды жылы жылдық жоспарына сәйкес мен сияқты жасы акциясы өткізілді. Іс-шараға көркем еңбек пәнінің мұғалімі Шоқбарова Жамиля ұстазымыз өзінің жас шәкірттерімен бірігіп, үй тұрмысына қажетті шәйнек, ыстық тағамдардың астына қоюға арналған ілмектен тоқылған майлық жасау өнерін көрсетті. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ерназарова Гүлжахан апайдың ұйымдастыруымен Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романы бойынша сайыс болып өтті. Қаңтар жалпы білім беру ұйымдарының мектеп оқушылары арасында республикалық ұлттық пікірсайыс турнирінің аудандық кезеңі болып өтті. Республикалық дебат турнирінің аудандық кезеңінен мектебіміздің оқушысы жақсы фаворит фракция мүшесі Қосмұханов Тұрар мен 21-ші мектептің оқушысы Базарбек қызы Ақтұрғын үздік ойын көрсеткені үшін бірінші орынды иеленді және облыстық кезеңге жолдама алды. Сонымен қатар мектебіміздің оқушылары эволюция фракциясының мүшелері Лаубаева Айгерім мен Хабидулла Жібек екінші орынмен марапатталды. Жемісті де жеңісті күндеріміз көп болсын, марапаттарыңыз құтты болсын. Ал біз өз тарапымыздан оқушымыз Тұрарға облыстық кезеңде сәттілік әрі жеңіс тілейміз. Жаңа оқу тоқсанынан бастап мектебімізде бастауыш сынып оқушыларының барлығына дерлік ыстық тамақ берілуде. Осыған дейін ыстық тамақ оқушылардың әлеуметтік жағдайына байланысты берілген болса, бүгінгі күні бастауыш сынып оқушыларының барлығына ыстық тамақ қамтылды. Бала біздің болашағымыз. Балаларды қолдау үшін үкімет тарапынан жасалған қамқорлыққа бастауыш сынып оқушылары мен ата-аналары дән риза. Құрметті көрермен, келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Біздің арна әрқашан қосулы болсын. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.